Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге өте дәмді макве пирогтың рецептісін ұсынамын. Бұл рецепт оригинал, сондықтан осы рецептпен дайындап көріңіздер. Қамырын дайындаймыз. Жұмсақ сары майға қант ұнтағын салып, сахарный пудры, екеуін жақсылап араластырамыз. Миксердің көмегімен жақсылап барлығын араластырып аласыздар. Қараңыздар, сары майымыз бен қант ұнтағымызды миксермен жақсылап ағарғанша миксерлап алдық. Енді біздер жұмыртқаның сарысын салып, жақсылап араластырамыз. Негізі миксермен араластырып алу керек, мен қолмен араластырдым. Үйдің жұмыртқасын қолдандым, сондықтан сап-сары. Енді өлшеп алған макты саламыз, және де разрыхлитель, қамыр қопсытқыш, барлығын, осылардың барлығын қазір жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін барып, ситыдан өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды, жұмсақ, сап-сары. Үйдің қолдың жұмыртқасын қолданғандықтан тестім сап-сары болып шықты. Және де осындай противнаға салып, жақсылап қолдың көмегімен барлығын жайып шығамыз. Негізі екі бөліп деп пісіруге болады, отдельно өзінің формасы болады. Мен бірақ осындай противнаға пісіріп, екі бөлмей осылай бір пісіретін болам. Сондықтан қамырымызды противнаға салдық, барлығын жайып шықтық. Енді осылай пышақтың көмегімен шеттерін барлығын теп-тегіс етіп кесіп аламыз. Қамырыңыз қатты көтеріліп кетпеу үшін вилкамен осылай жасап шықсаңыздар болады. Егер де осындай формаға пісіретін болсаңыздар, онда қамырыңызды теңдей екі бөлікке бөліп, екі рет пісіресіздер. Мен сияқты немесе осындай противнаға да пісірсеңіздер де болады. Қамырымызды дайындап қойдық. Енді қазір біздер меренгіні дайындайтын боламыз. Міндетті түрде ыдыстарыңыз құрғақ болсын, және де шым-шым тұз саласыздар. Және енді қазір миксермен кішкене ағарып көпіргенше миксерлап аламыз. Қараңыздар, қантты салғанда қыздар бірден салып жібермеңіздер, қантты біртіндеп салып араластырып тұрасыздар. Біздің меренгеміз дайын болды. Қараңыздар, аударғанда ешқандай төгілмейді. Бұл уже бізде меренге дайын тұр. Жаңа меренгеміз дайындап алдық. Енді біздерге кукурузный крахмал керек болады. Және де осындай грецкий орехты мен блендерден өткізіп алдым. Тым қатты ұсақтамаңыздар. Негізі менде кішкене ұсақтау болып кетті. Енді осының барлығын салып, қазір жақсылап араластырып аламыз меренгемізді. Осындай лопаттың көмегімен астынан үстінен осылай жақсылап араластырамыз. Меренгеміз отырып кетпеу үшін жақсылап барлығын араластырғаннан кейін біздер қазір қамырымыздың үстіне жаятын боламыз. Меренгеміздің енді үстіне осындай замороженный ягоды сеуіп шығамыз. Және де миндальный слайсы өте пирогқа өте бір жақсы дәм береді. Енді духовкаларыңызды міндетті түрде қыздырып қойыңыздар алдын ала, және де 150 градуста, төмен градуста 35 минут пісіріп аламыз. Меренгеміз пісу үшін төмен градуста пісіру керек. Енді қыздар, қазір біздер енді кремін дайындайтын боламыз. Мұнда сливки және творожный сыр, және қант ұнтағы, сахарный пудра, үшеуін жақсылап барлығын миксерлап қою болғанша креміміз миксерлаймыз. Қараңыздар қыздар, енді крем дайын болды, қою өте күшті болып шықты. Енді қазір пирогты дайындайтын боламыз. Қараңыздар, осылай противнаға пісіріп алдық қой. Енді біздер қазір теңдей ортасынан бөлетін боламыз. Себебі біздер қазір екі слойный пирог болады, сондықтан міндетті түрде ортасынан бөліп алыңыздар. Енді осындай екі кондитерлік, біреуі насадкасы бар мешокқа саламыз, біреуі насадкасыз мешокқа салатын боламыз. Және де осындай қазір пирогымызды әрлейміз. Пирогымызды екі бөлікке бөлдік қой. Енді қараңыздар, астына осындай төртбұрышты жақсы қалың подложка қолданатын боламыз. Пирогымызды енді қазір әрлейміз. Кремін жағып, холодильникке салып қоямыз. Жаңа деген екі кондитерский мешокқа бөлдім, біреуі насадкасы бар, біреуі насадкасы жоқ. Насадкасы жоқ пирог кремді осы ортасына жағамыз. Молырақ етіп жағып шықсаңыздар болады.
Кремді жақтық. Енді бана екінші бөлігін пирогымыздың бетіне қоятын боламыз. Жақсылап сындырып алмаңыздар. Енді осындай насадкасы бар ирек кондитерский мешогымыздағы кремді бетіне әрлеп шығамыз, қыздар. Бұл пирог өте сондай дәмді, маквай пирог. Торт деуге де болады, және де өте сондай новинка пирогтардың бірі. Міндетті түрде осы пирогты осы рецептпен, оригинал рецептпен дайындап көріңіздер. Қыздар, мен осындай конфет моншақтарды салдым әдемілігі үшін. Бұл міндетті емес. Негізі свежий клубникаларды әрлеп әдемілеп салсаңыздар, өте әдемі пирог болып шығады, қыздар. Дәмі де өте күшті. Сондықтан осы рецептпен дайындап көріңіздер. Және үй іштеріңізге заказға да қабылдауға болады, қонақтарыңызға да дайындап беруге болады. Және осы пирогты дайындап жатсаңыздар, менің комментарийіме міндетті түрде жазып кетіңіздер. Өздеріңіздің отзывтарыңызды міндетті түрде дайындаңыздар, қыздар. Және де менің каналыма қосылып, тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет.